Сайдалы аталық 1580 жылы Хақназар хан Қапыда жау қолынан қайтыс болғаннан кейін мемлекетті саяси дағдарыстан шығаруға ерекше атсалысқан қайраткер. Бес мейрамнан тарайтын Сайдалы Арыстан аталық әулетінің артында арғын болсаң Алтай бол дейтін, ел мақтап арғының сауыры дейтін Алтай қуандық аталатын ел бар. Кез келген жағдайда өз ру тайпасының күшіне сүйене отырып, бағынбаған руларды хан дәрегейіне келтіру аталықтың міндеті болды дейді профессор Жамбыл Артықбаев. Хан қашанда осы ру өкілдерімен санасуға мәжбүр, екінші жағынан ол өз саясатын аталық сайлап отырған күшті ру тайпа арқылы өткізе алады. Көшпелілердің рулық құрамының бір қасиеті, ру атаулар саяси мәнге ие болса, ешқашан жоғалмайды. Мысалы 18 ғасырдың қақырман тұлғасы атақты Нияз аталық қуандық руынан, ал Көмекей әулие атанған Бұқар жырау осындай көнеден белгілі мәртебелі Сүйіндік руынан шыққан еді. Сайдалы батырдан басталған аталық қызметін Әз-Тәуке хан заманында Арыстанұлы Барқы жалғастырып, оның орнын атақты Нияз батыр басқан еді. Барқы аталықтың хан ордасындағы мемлекетті басқару ісіндегі биік беделі қазақтың ауызекі әңгімелерінде де сақталған. Оның бір дәлелі қазақ шежіресінде сақталған «Ханда Барқы, қарада Барқы» деген қанатты сөз. Тарихи деректер Барқыны салқан Жәңгір ханның заманда аталық қызметін бастағанын және хан тұтқынға түскен аласапыран уақытта елге өз бетімен басшылық жүргізгенін көрсетеді. Елге басшылық ол ең алдымен хан ордасының қызметіне жетекшілік, орталық билікті әлсіретпей ұстап отыру.